Good day, dear students. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз English Plus Grade 5 Students Book кітабындағы 62-ші бетті өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз My Country Holidays деп аталады. My Country ол бізде менің елім деп аталады. Яғни Holidays ол бізде мейрамдар, мерекелер жайында болады. Бүгін біз жаттығуларды бірге талқылаймыз, орындаймыз. Бірінші exercise number 1. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Ол жерде көріп тұрғандарыңыздай қоршалған сөздер тұр. Сол сөздерді тиісті сөйлемдердің орнына қоюымыз қажет. Бес белгілі бір сөзді таңдауымыз қажет. Бұл сөйлемдер, бұл суретті сипаттаған, көріп тұрғандарыңыздай 62-ші беттегі төменде берілген суретке назар аударайық. Сол суреттегі бейнелеген заттарды, адамдарды қай жерде тұрғанын біз анықтауымыз қажет. Енді бұл сөйлемдерді бірінші оқып аударайық. There are a lot of people in the photo. Мына фотода, яғни суретте көптеген адамдар бар дейді. There is a woman in a red dress in the middle. Суреттің ортасында қызыл көйлектегі әйел тұр дейді. Және де her there is another woman. Яғни оның жанында тағы да басқа әйелдер бар дейді. Ол жерде біз жанында деген сөз бізде next to болады. Next to her there is another woman. She's old and she's got a red and a yellow dress. Ол оған қарағанда үлкенірек және оның қызыл және сары көйлегі бар дейді. Келесі сөйлем. There are some trees and a yurt. Олардың артында киіз үй және ағаштар бар дейді. Бізде артында деген сөз бұл жерде behind болады. Behind them. Келесі сөйлем бізде there is another yurt on the right and a beautiful carpet it. Онда оң жақта басқа киіз үй бар дейді. Киіз үй тұр дейді және әдемі кілем, яғни оның несінде киіз үйдің астында тұр. Оны біз under дейміз. Under it. There are some people two yurts. Онда бірнеше адамдар бар дейді. Two yurts деген екі киіз үйдің яғни арасында болады. Ол бізде between сөз болады. Арасында, ортасында яғни. On the left there is a table with a lot of food on it. Сол жақта үстел орналасқан дейді. Үстел тұр дейді, яғни оның үстінде көптеген тамақтар тұр дейді. Және there is a boy, the table, he's got strange hair. Және де үстелдің алдында бізде in front of болады. There is a boy in front of the table. Үстелдің алдыңғы жағында, яғни бір бала тұр дейді. Оның біртүрлі шаштары бар дейді. He's got strange hair деген. Келесі бізде exercise number 2, екінші жаттығу. Read the special days calendar and write the names of the holidays. Then listen and check your answers. Яғни оқушылар бұл жаттығуда көріп тұрғандарыңыздай астында бізде мерекелерді сипаттап мәтіндер берілген. Бірінші мәтінде ол January, яғни қаңтар айында болатын мереке жайлы. Ол бізде C жауабы болады, яғни New Year's Day, жаңа жыл күні. Екінші бізде March, ол бізде March деген ол бізде яғни наурыз айы, наурыз мерекесі болады бізде, ол B жауабы болады. Соңғы бізде a capital day, ол бізде capital day Астана күні, яғни жазда July, шілде айында тойланады, ол бізде A жауабында болады. Бұл мәтіндегі қарап орындайтын тапсырма, яғни бұл жерде біз мәтінді өзіміз оқып шығуымыз қажет. Бұл жерде түрлі осы үш мереке жайлы айтылған. Келесі бізде exercise number 3. Look at the words in blue in the text. Then choose the correct words in the rules. Оқушылар бұл тапсырмада бізде ереже берілген. Бұл жерде айтып тұр, көкпен берілген мәтіндегі сөздерге қараңыздар дейді. Және де осы ережедегі мән беріп, яғни сөздерге қарап, дұрысын таңдаймыз дейді. Дұрыс сөз таңдаймыз. Бұл жерде бірінші былай жазып тұр. We use adverbs of manner to say when, where, how something happens or is done. Біз істеуді осы кезде қолданамыз дейді, айтамыз дейді, яғни қашан, қай жерде және қалай болғанын дейді, бір іс-әрекеттің немесе біткенін. Сол кезде біз істеуді қолданамыз, яғни айтамыз дейді. Және де екіншісінде we form adverbs of manner by adding s, ly, th to an adjective. Біз сын есімге яғни s, ly, th деген жалғауларды қосып жалғаймыз дейді. Яғни сонда істеу болады. Бұл жерде мысалға көкпен берілген сөздер бізде beautifully, яғни
beautiful сөзіне, яғни ly жалғанған, яғни бұл жерде істеу болып тұр. Келесі бізде оқушылар exercise number 4, төртінші жаттығу, complete the sentence with adverbs formed from the adjectives in brackets. Бұл жерде оқушылар жаңа үшінші тапсырма секілді біз берілген мына сын есімдерге adjectives, яғни соларға біз ly жұрнағын жалғау арқылы сөздерді түрлендіруіміз қажет. Мысалға, бірінші бізде they decorate the houses beautifully. ly жалғаймыз. The children sing quietly. Үшінші, read this sentence carefully. We walk quickly. Please speak slowly. Келесі бізде оқушылар exercise number 5. Find the sentence in the text what do have to and don't have to mean. Оқушылар бізде сұрап тұр, осы мәтіннен сөйлемдерді тап дейді. Яғни have to және don't have to. Ол бізде have to деген істеу қажет нәрселер, яғни міндетті нәрселер. Don't have to істеуге тиіс емес, яғни қажет емес, міндетті емес нәрселер. Бұл жерде яғни мәтінде берілген. Мысалға, at Nauruz everyone has to drink Nauruz көже. Наурызда барлық адамдар Наурыз көже ішуі қажет дейді. Students don't have to go school on 21st, 22nd and the 23rd March. Оқушылар, яғни Наурыздың 21-і, 22-сі және 23-і мектепке бару қажет емес, яғни міндетті емес. Бұл жерде бізде have to деген міндетті, don't have to міндетті емес дегенді білдіреді. Бұл жерде яғни оқушылар 5-ші жаттығуда жай ғана осы have to, don't have to қатысты сөйлемдерді мәтіннен тап деген, яғни олар нені білдіреді деген. Ал енді 6-шы жаттығуды орындайық оқушылар. Complete the sentence with have to or don't have to. Бұл жерде жаңағыдай have to яғни міндетті, don't have to міндетті емес. Осы сөздер арқылы біз яғни модельді етістігі арқылы сөйлемдерді толықтыр деген. Бірінші сөйлемді оқиық. On the day before Құрбан айт, people clean their houses. Яғни құрбан айттан бір күн алдын адамдар үйлерін тазалайды. Тазалау қажет па? Қажет емес па? Ол қажет, яғни have to-ды қоямыз. Біріншіге біз have to, екінші сөйлемге I get up early on Sunday. Sunday ол бізде демалыс күні, яғни жексенбі күні. Мен жексенбі күні ерте тұруым қажет па, қажет емес па? Яғни қажет емес қой, ол бізде демалыс күні. Don't have to-ды қоямыз. I don't have to get up early on Sunday болады. Үшінші, we cook, we can buy a pizza. Бұл жерде don't have to-ды қоямыз, себебі айтып тұрмын. Біз we don't have to cook, біз тамақ істеу қажет емес, біз пицца сатып ала аламыз дейді. Төртінші бізде you behave well if you want a present. Егер сен сыйлық алғың келсе, өзіңді жақсы ұстауың қажет дейді. Бұл жерде біз have to-ды қоямыз. You have to behave well if you want a present. Бесінші бізде quotes only 3. He doesn't have to. Бізде doesn't have to дейміз, яғни don't емес, doesn't болады, he болған кезде. Doesn't have to go to school болады. Келесі бізде оқушылар бұл жерде an және the артиклі жайлы мәлімет берген. Олар қай кезде сөйлемде келетіні жайлы. Read the information about an, the and the, then find examples in the text. Яғни осы артиклдар жайлы информация, яғни мәліметті оқы деген, және де мына берілген бізде мәтін бар ғой, 3 мәтін, содан мысалдарды тап деген. Бірінші бізде we use an with singular nouns when we mention something for the first time. Бізде an артиклі бұл жерде singular nouns деген, яғни жекеше зат есімде қолданылады дейді. Яғни тек қана бір нәрсені айтқан кезде, мысалға бір алма дейтін болсақ, және де ол белгісіздік артиклі бізде. Белгілі бір нәрсені айтпаймыз, яғни мысалы an apple дейтін болсақ қолданамыз, және де бір нәрсені ең бірінші айтып тұрған кезде қолданамыз. Келесі бізде the артиклі жайлы мәлімет. Біз оны қай кезде қолданамыз? Бірінші, when we mention something again. Бір нәрсені біз тағы екінші рет айтып тұрған кезде қолданамыз. Мысалы, бір әңгіме айтып тұрған кезде бір нәрсені айтсақ, оны тағы да қайталасақ, сол кезде біз the артиклін қолданамыз.
Келесі бізде the артиклін қолданатын жағдайымыз with superlatives, яғни күшейтпелі бір нәрсені күшейтіп айтқанда, мысалға the most beautiful, өте әдемі дегенде, the smallest дегенде мысалға. Келесі бізде қолданатын жағдай with ordinal numbers, яғни реттік сан есімдер, мысалы the first, the second, екінші, бірінші деп айтқан кезде сан есімдерді қолданады екенбіз. Келесі D ол бізде four things that are unique. Бұл жерде былай деп тұр, яғни бұл әлемде тек қана жалғыз бір нәрсе, бір зат бар, ол жайында мысалға the internet, the earth, яғни жер, интернет, яғни тек қана бір нәрсе жайлы, яғни оның көшірмесі жоқ деген сияқты сол ғана нәрсені айтқан кезде қолданады екенбіз. Сондай жер, мысалға күн дейтін болсақ the sun, the moon деген кезде осы the артиклін қолданамыз. Және де бұл жерде леп белгімен айтып тұр. We don't use a and the before the names of people, countries and the cities дейді. Біз and және the артиклдарын адамдардың аттарының алдында, елдердің аттарының алдында және қалалардың аттарының алдында қолданбаймыз дейді. Яғни оқушылар өздеріңіз мәтіннен осы артиклдарды тауып сөйлемдерді қарасаңыз болады. Бізде түрлі мысалдар көрсетілген, яғни мәтінде қарасаңыздар the first day деп тұр, яғни ең алғашқы күні. Бұл жерде first дегеннің алдында яғни the қолданып тұр. Сол сияқты артиклдар көп кездеседі мәтінде. Оқушылар, егер бүгінгі сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше goodbye.